Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Біздің аудандағы шеберлерді ЕГОВ порталына аттестаттау құжаттарын жүктеу үшін сіздер бірінші ЕГОВ порталына өздеріңіздің ЭЦП кілттеріңіз арқылы кіресіздер. ЭЦП кілті таңдап аласыздар. Паролін жазасыздар. Кіргеннен кейін бірден білім бөліміне кіресіздер. Қызметтер, білім бөліміндегі қызметтер, қазақшасын қосқойын. Білім бөліміндегі қызметтер жерде, мына жерде сіздерде орта білімді таңдайсыздар. Орта білім педагогтерді аттестаттаудан өткізу үшін құжаттарды қабылдау. Құжаттарды қабылдау үшін онлайн сұрау. Мына жерге кіресіздер. Сіздер екі этаптан өтесіздер. Бірінші, педагогтердің аттестаттау өткізу үшін құжаттарын қабылдау. Бұл мемлекеттік органнан госуслуги, мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш, білім дипломы, куәліктеріңіз, дипломдарыңыз бәрін толтырып шығасыздар. Екінші, бүкіл құжаттарыңызды жүктейсіздер. Құжаттарыңыздың мегабайты бүкіл құжаттарыңызды PDF форматында мегабайтын аз қылып жүктеу керек. Ато сыйымдылығы бұл жерде, бұл сайттың аз. Сонымен қатар сіздер онлайн сұрау жасайсыздар да, міне осы жерде бірінші қадам өтініштің түрі, растау ма жоқ беру ма, байланыс номерлеріңіз, email почталарыңыз, қолдағы біліктілік санаттарыңыз, қай кезге шейін жарамды, осының бәрін, мына жерде мен мектебім бәрі тұр. Осылар жалпы еңбек өтіліңіз, педагогикалық еңбек өтіліңіз, мамандық бойынша, одан кейін магистр дипломдарыңыз бойынша бар болса, мына жерде шығып тұрады. Конкурстық комиссияға аттестаттау өткен жылыңыз, лауазымыңыз, менің жұмыстарыма негіз болып табылады, қандай кәсіби жетістіктеріңіз бар. Одан кейін мына жерге бүкіл дипломдарын жүктейсіз. Осылай ЕГОВ порталы арқылы қызмет аласыздар. Тағы да ақпарат алу үшін жеке менге хабарлассаңыздар болады.